Саламатсыңдар ма оқушылар? Біз бүгін сендермен 7-ші сыныптарға арналған номер 4-ші зертханалық жұмыс салқындау үдерісін зерттеу тақырыбында зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Яғни бұл жұмыстың мақсаты балауыздың салқындау қисығын тұрғызу. Яғни бізге керекті құрал-жабдықтар: тұрғы, спиртшам, термометр, кәрен табақшасы және балауыз. Жұмысымызды бастайық. Ең бірінші спиртшамды жағып, балауызды ертеміз. Балауызды ертіп аламыз. Әрбір 1 минут сайын балауыздың салқындау температурасын өлшеп, сол температураменен минутқа сәйкес график сызамыз, яғни салқындау қисығын сызамыз. Яғни балауызымыз ерісін жайлап еріп жатыр. Қатты күйден сұйық күйге өзгеріп жатыр. Асбесті бар торға орналастырдық кәрен табақшасын, себебі берілген жылу біркелкі таралу үшін. Балауызды толық ертейік. Балауыз толық еріп болғаннан кейін бастапқы температураны термометрмен өлшеп аламыз. Шыны таяқшамен балауызды араластырайық. Көріп тұрғандарыңдай, балауыз қатты күйден сұйық агрегаттық күйге өтті. Яғни толық еріді. Енді спиртшамды сөндіріп, балауыздың бастапқы сұйық күйдегі температурасын өлшейміз.